Келін асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін бірге қамыр жаймайтын бәрін араластыра салып, өте тез дайындалатын сүзбелі, яғни шоколадты творожный пирог жасайық. Әрдайым жай сүзбелі пирог дайындап жүрсеңіз, шоколадты етіп түрлендіріп, үй ішіңізді өзгеше пирогпен қуантыңыз. Дәмі нәзік, үлпілдек, ірімшіктің түйіршіктері мен шоколадты песочный корждары ерекше үйлесімін тапқан пирог. Песочный қамырымызға қажет заттар: 170 грамм ұн, 80 грамм қант, 30 грамм какао, 1 шай қасық қопсытқыш салып, бәрін біркелкі болғанша араластырамыз. Мұздатқыштан шыққан салқын сары майды үккіштен өткіземіз. Менде барлығы 150 грамм сары май кетті. Өстіп ұнға араластырып алып, майды батырып алып, үккіштен өткіземіз. Сол кезде тез өтеді. Біркелкі масса болғанша өстіп қолмен майды езіп, ұнға араластырамыз. Бір-біріне қатты жабыспауы керек. Тек қана бір нанды крошка болып тұру керек. Көп араластыра бермейміз. Қолмен майды көп ұстай бермейміз. Еріп кетуі мүмкін. Бізге тек қана ұн мен майымыз біріксе болды. Шетке алып қоямыз. Және 800 грамм ірімшігімізді аламыз. Оған 200 грамм қант салып, 2 жұмыртқа жарып, шым-шым ванилин сеуіп, біркелкі масса болғанша өстіп вилкамен араластырып аламыз. Кейбіреуі блендермен етіп жатады, қаймақ тәрізді консистенцияға айналып, сондай сұйық масса болғанша творогты блендермен езіп алады. Мен олай істемеймін, өйткені біздің отбасымызға ірімшіктің түйіршіктері жүрген пирог ұнайды. Сол себепті блендермен езбеймін. Егер сіздер сұйық масса болып тұрған чизкейк сияқты болғанын қаласаңыз, блендерден өткізіп алыңыз. 22 сантиметрлі диаметрлі формамызға өстіп пергамент қағазын астына және жан жағына қойып аламыз да қамырымыздан себеміз, екіге бөлеміз қамырымызды және үстіне толықтай ірімшікті массамызды құямыз. Біркелкі етіп жайып аламыз және үстінен қалған ұнды массамызды, коржымызды себеміз. Үсті кішкене қалыңдау болғаны дұрыс, өйткені ыдыстан аударған кезде формамыздан үсті астына қарап тұратын болады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Байқап тұрыңыздар, шоколадты корж болған соң беті күйіп кетуі мүмкін, көрінбей. Менің каналымда әртүрлі торттардың, бупи-пай, королевский тортының, капкейктердің, ыстық тамақ, салаттардың рецебі бар. Қарап көріңіздер. Видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп қойыңыздар. Осы рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Негізінен бетіне қант ұнтағын сеуіп, електен өткізіп сепсе, өте әдемі көрінеді. Әртүрлі жаңғақтар, жеміс-жидектермен әсемдесе де болады. Бізде оған уақыт болған жоқ. Бала-шағаның жегісі кеп кетті, асығыс болдық. Суыған пирогтың дәмі тіптен керемет болады. Шоколадтың иісі бұрқырап, үйдегілердің мазасын алды. Өте дәмді, үлбіреген, жұмсақ.